Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Сабақтың мақсаты құрамында түбір таңбасы бар өрнектерді түрлендіруді орындау. Ең алдымен негізгі ережелерді еске түсірейік. Түбірлердің көбейтіндісі түбір астындағы сандардың көбейтіндісіне тең, ал бөліндісі түбір астындағы сандардың бөліндісіне тең. Өрнекті ықшамдау үшін түбір астынан толық квадратты шығаруға болады. Мысалы, түбір астындағы 12-ні 4 көбейту 3 деп жазып, 2 түбір астындағы 3 түріне келтіреміз. Мысалы, түбір астында 50 мен түбір астында 18-ді қосайық. Біз білеміз, 50 25 пен 2-нің көбейтіндісіне тең, ал 18 9 бен 2-нің көбейтіндісіне тең. Бұл жерде 25-ті 5-тің квадраты деп алып, түбірдің сыртына шығарып жібереміз. 9-да дәл солай, 3-тің квадраты деп алып, түбір сыртына шығарамыз. Бұдан бізде 5, түбір астында 2 мен 3, түбір астында 2-нің қосындысы шығады. Енді екеуінің қосындысын алсақ, 8 түбір астында 2 деген мәнді аламыз. Есіңізде болсын, түбірлерді тек түбір астындағы сандары бірдей болғанда ғана қоса аламыз. Көп жаттығыңыз, сонда бәрі оңай болады.